Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай бленнидан жасалатын торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге осындай дайын бленчиктер қажет болады. Мен бананды қолдандым, сіздер клубника, басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Мен осындай виппа кремді қолдандым. Сіздер тағы да басқа сливки, тағы да басқа кремдерді қолдансаңыздар болады. Мысалға творожный сыр. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен осындай кремімізді миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Керекті заттарды описаниеде жазып қалдыратын боламын, сол жерге кіріп қарасаңыздар болады. Дәл сондай бленнидің жасалу жолын солай жасап бленниді, осылай бленни торт жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Және де менің каналыма тіркелмей көретін жандар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Кремімізді жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен. Қант ұнтағын қоса отыра жақсылап араластырып аламыз. Бұл торт өте қарапайым заттардан тұрады. Өте оңай жасалу жолы. Аз ғана заттан тұрады. Және той жиындарға, ауызашарларға жасасаңыздар, үйге күнделікті тұрмыстық жағдайда бала шағаларыңызға жасап берсеңіздер өте керемет дәмі. Бізде креміміз 24 сағат бойы тоңазытқышта тұруы қажет. Менде 24 сағат бойы тоңазытқышта тұрды. Осылай керемет болып шықты крем. Менде осындай дайын болды. Енді тортымызды жинақтайтын боламыз. Менде осындай форманың диаметрі 25 сантиметр. Менде бленнидің диаметрі 22 сантиметр. Сіздер 22 сантиметр формаларыңыз болса, оны да қолдансаңыздар өте күшті болып шығады. Ең алдымен осылай бленниларымызды біртіндеп осылай жайып алатын боламыз. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Енді оған кремімізді кішкене шет-шеттеріне жағып алатын боламыз. Бленниларымыз жақсы жабысу үшін. Енді осылай бленнimізді бір-бірден салып, арасына кремімізді жағып, осылай салмамызды салып алатын боламыз. Мен бананды қолдандым, сіздер клубника, киви, тағы да басқа жеміс-жидектеріңіз болса, ягодалар қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Мен бананды қолдандым. Осылай біртіндеп теріп шығамыз. Үстінен тағы да бленнimіздің бір қабатын алып, осылай тағы да кремімізді жағып шығамыз. Менің видеомды соңына дейін қарап, пікір қалдырып, ұнап жатса лайк басып, тіркелмеген жандар болса тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ұнап жатса құрбыларыңызға ұсынсаңыздар болады, өте керемет, ең қарапайым торт. Осылай бір-бірден сала отыра кремімізді жағып, осылай жинақтаймыз. Мен бірінші рет жасадым, соның өзінде өте күшті болып шықты. Дәмі тіл үйірердей. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде.
Жинақтап болған тортымызды тоңазытқышқа қоюымыз керек, өйткені кремі жақсы сіңіп, керемет болып шығу үшін. Осылай үстіне біреу қалдырып, енді жаңағы үстіне жабатынымызды біртіндеп әдемілеп жабатын боламыз. Мен осылай кішкене жинақтап барып неттім, өйткені менің формам үлкендеу болды. Сіздер бұлай да әдемілеп жабуға болады. Мен осылай жинақтадым тортымды. Енді үстіне кремімізді жағып, түрлі жеміс-жидектер, құлпынай болса өте керемет болып шығады. Мен осындай бананды қолдандым. Сіздер басқа да жеміс-жидек түрлерін қолдансаңыздар болады. Осылай тоңазытқышқа салып қоямыз. Өте керемет болып шықты.